Біздің пахлавамыз дайын болды. Сіздермен бүгін пахлава жасайтын боламыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызды саламыз. 400 грамм ұнымызды саламыз. Сосын 200 грамм сары майымызды саламыз. 200 грамм сары майымызды салып, жақсылап крошка жасаймыз. Жақсылап крошка жасап аламыз. Сосын мұнда 4 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек алып алдым. Енді соның сарысын қосамыз. Сосын үстіне 150 грамм қаймақты да қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ең соңында біраз рахителімізді қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап осылай қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофан пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Жаңағы 4 жұмыртқамыздың ағын жақсылап көпіртеміз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Ең астыңғы бөлігін үлкендеу етіп кесіп аламыз. Бұл ең астыңғы бөлігі. Енді ең астыңғы бөлігін жаямыз. Mama piscina. Mama piscina. Kalau ini saya Iya. bikin itu saya malam. Kalau saya осылай шет-шетіне кішкене қалдырып қоямыз. Mama piscina. Енді жаңағы майдаланған жаңғағымыз бен шекерімізді араластырып, осылай сеуіп шығамыз. بالعكس. Bawa mana kołnierz? Baik. Mari słam. Pewnie film puszczę. Ең соңғы қамырымызды жаямыз. Hey, mama aşağı. Aşağı ekan. Ya. Chaynamasa onda.
шет-шетін жақсылап біріктіріп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетін қатты кеспейсіздер, жай ғана пышақпен осылай кесіп шығасыздар. Ең бетіне осылай шаңғақта қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Бетінде сиропты мен осылай әселге су араластырып құя саламын. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Шекерді қайнатып сироптан десеңіздер де болады. Ау. Осылай пісуіне аз қалған кезде алып, жаңағы кескен жерімізді жақсылап кесіп шығамыз. Өйткені қазір арасына сироп құйған кезде ашылып тұру керек. Енді сиропымызды құйып шығамыз. Тағы 5-10 минутқа пешкеге саламыз.